Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз жұмыртқа қосылмай дайындалатын булочкилар әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге жылы сүт, қант, сұйық май, ашытқы, ерітілген сары май және де ұн қажет болады. Толық қанша қажет болатындығы жөнінде описанияға жазып кететін боламын. Ең алдымен жылы сүтімізге 2 шай қасық ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Кейін оған қантымызды қосамыз. Жақсылап араласып болғаннан кейін сұйық майымызды құятын боламыз. Ендігі кезекте ұнымызды қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын жақсы қамыр шығу қажет бізге. Ендігі кезекте қолмен қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды ұнмен илеп болғаннан кейін ерітілген сары майымызды үстіне құйып, жақсылап сіңгенше қамырды илейміз. Мінеки қамырымыз дайын болды. Ендігі кезекте бетін жауып жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Салмасына кез келген затты пайдалансаңыздар болады. Мен сүзбені пайдаландым. Қант қосып алдын ала дайындап қоямыз. Мінеки данымызды алып, рулет сияқты қылдырып жайып аламыз. Содан кейін барып, біркелкі етіп, таразының көмегімен болсын, өлшеп кессеңіздер болады. Мен көз мөлшерімен барлығын кесіп шықтым. Ендігі кезекте нанымызды дөңгелектеп дайындап қоямыз.
бетін жауып, қамырымызды 10-15 минутқа қалдырамыз. Мінекей нанымыз кішкене көтеріліпті. Ендігі кезекте оқтаудың немесе қолмен жаямыз булочкамызды. Ендігі кезекте видеода көріп тұрғандарыңыздай булочкамыздың формасын келтіреміз. Әртүрлі формада жасасаңыздар болады. Мінекей, салмамызды салғаннан кейін жақсылап қамырымызды қысып, жан-жағын жабамыз. Мінекей, осындай әдемі формадағы булочкаларымыз дайын болады. Қалған қамырымызды да жайып, жасап шығатын боламыз. Пергамент қағазы төселген табамызға булочкаларымызды қойып шығамыз. Содан кейін жұмыртқамызды жағамыз бетіне біркелкі етіп. Қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут пісіреміз. Мінекей, біздің булочкаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ әрі пышный болып шықты булочкаларымыз. Назарларыңызға рахмет.